Құрметті оқырмандар, бүгін бізде кітапхана такси жобасы. Жобамыздың бүгінгі саны Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабына арналады. Жобамыздың бүгінгі жеңімпаз кейіпкері 9-шы А сынып оқушысы Наурызбай Малика Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы бойынша сұхбат беретін болады. Малика біздің оқырмандарымызға жалпы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы туралы қысқаша айтып берсең, жалпы бұл кітапты не үшін оқыдың, или тек жобада айтылғасын оқыдың ба, әлде бұл кітап оқу сені бұрында көңілде болды ма? Кітап оқуды жалпы қашан бастадың? Сол туралы өзіңнің ойыңды айтсаң. Жалпы мен кітап оқуды кішкентай кезімнен бастап анам мені кітап оқуға баулыған болатын. Жалпы мен дәл осы «Ұшқан ұя» кітабын 8-ші сынып оқыған кезде бізде әдебиет сабағында мұғалімімізбен бірге әр қырынан талдап, идеясын, тақырыбын жүйелі түрде қорытқан болатынбыз. Сол кезде мен бұл кітапты зор қызығушылықпен оқыған болатын. Ал осы жақында жоба болатын естіген кезде тағы да өзімнің қызығушылығым оянып, қайтара оқып шыққан болатын. Малика, сені қандай жанрдағы кітаптар қызықтырады? Қандай тақырыптарды қамтисың? Қандай тақырыптарды оқығың келеді? Жалпы мен өзім кітаптың түрлі жанрда оқимын. Біріншісі ол жаңағы осы «Ұшқан ұя» сияқты қазақ әдебиетіндегі кітаптар. Яғни олар бізге осы өзіміздің ұлы тұлғалар туралы деректер беретін кітаптар. Және де екінші кітаптың жанры ол өлең. Яғни мен өзім өлең шығаратындықтан көбінесе сондай кітаптар оқығанды жөн тұтамын. Малика, Бауыржан Момышұлының кітабында «Ұшқан ұя» аталуының себебі қандай? Менің ойымша, яғни Бауыржан Момышұлы өзі біздің қазақтың ең ұлы тұлғаларының бірі. Ол өзінің қайсарлығымен, намысымен ерекшеленеді. «Ұшқан ұя» деп аталу себебі жалпы қазақта нақыл сөз бар ғой. Балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі деген. Яғни Бауыржан Момышұлы өзінің әкесінің даналығын және де ақжалықты әжесінің ертегісін тыңдап, осындай ұлы тұлға болды деп ойлаймын. Жалпы «Ұшқан ұя» кітабы біздің оқырмандарымыз үшін, әсіресе оқушылар үшін қай жағынан пайдалы деп ойлайсың? Өзіңнің ойыңды айтсаң, сен сол кітаптан не алдың? Біріншіден, тарихи жағына келсек, бұл «Ұшқан ұя» кітабында Кеңес одағының алғашқы қалыптасу кезеңдері 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс көрініс табады. Яғни біз тарихи байимыз. Ал екіншісі ол рухани жағынан. Яғни бұл кітапты оқи отырып біз өзіміздің қазақ халқымыздың салт-дәстүрімен және де адамгершілік қасиеттерді бойымызға сіңіруге көмектеседі. Жалпы кітап оқу сенің әдетінде бар сияқты да. Енді өзіңнің достарыңа қандай кітапты ұсынар едің? Жалпы өзің қандай кітаптар оқыдың? Жалпы мен өз оқырмандарыма, достарыма ұсынар кітаптарым ол Мұхтар Әуезовтің «Қорғаныстың күні» кітабы. Бұл кітаптың шығарманың сюжеті маған қатты эмоциялық жағынан да әсер еткен болатын. Және екінші кеңес беретін кітабым ол «Ай мен Айша» кітабы. Малика, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Сіз кітапхана таксимен үйіңізге келдіңіз. Жақсы демалыңыз. Оқитын кітаптарыңыз көп болсын. Құрметті оқырмандар, осымен біздің кітапхана такси жобасының бүгінгі саны аяқталды. Оқитын кітаптарымыз қатары көбейе берсін.